Спермограмма анализін тапсыру үшін біз біріншіден осы анализге дайындалуымыз керек. Қалай дайындаламыз? Бірінші айтатын болсақ, сіздің рационыңызға тамақтануды дұрыстау керек. Ертең сіз мысалы алкоголь ішіп барып, болмаса темекі шегіп барып, болмаса дұрыс тамақтанбай барып тапсыратын болсаңыз, ол да сіздің спермограммаңыздың құрамын өзгертуі мүмкін. Армысыздар, құрметті оқырмандар, құрметті халқым. Мынау бүгінгі қозғайын деп отырған тақырыбым да өте маңызды. Бұл бүгін біздің қозғайтын тақырыбымыз спермограмма анализі. Спермограмма бұл ерлер үшін ең маңызды анализдің бірі. Олай дейтініміз, біз үйленетін кезде, болмаса үйленгеннен кейін осы баланың болмауына байланысты ерлерімізді осы спермограмма анализі жібереміз. Яғни біздің дәрігерлердің нұсқауымен барып өткізуі мүмкін. Болмаса жаңағы бала жоспарлап жүрген кезде гинеколог дәрігер әйеліне айтып, күйеуінің спермасын тексеру керек, баланың болмауы осы себепке де байланысты болуы мүмкін деп біздің әріптестеріміз жіберіп жатады анализге. Яғни спермограмма анализі не үшін маңызды? Осыған тоқталып кетсек, спермограмма анализін қалай тапсыру керек алдымен? Спермограмма анализін тапсыру үшін біз біріншіден осы анализге дайындалуымыз керек. Қалай дайындаламыз? Бірінші айтатын болсақ, сіздің рационыңызға тамақтануды дұрыстау керек. Ең маңызды бірінші тамақтану дұрыс болу керек. Ертең сіз мысалы алкоголь ішіп барып, болмаса темекі шегіп барып, болмаса дұрыс тамақтанбай барып тапсыратын болсаңыз, ол да сіздің спермограммаңыздың құрамын өзгертуі мүмкін. Ол үшін жаңағы жыныстық қатынас болмау керек дейміз. 3 күн, кем дегенде 5 күн. Не себепті? Өйткені жыныстық қатынас болғаннан кейін барып тапсыратын болсаңыз, еркектің ағзасындағы сперматозоидтардың күші әлсіреуі мүмкін. Адамның жаңағы сперматозоидтары, яғни спермограммадағы құрамы 3 күн, 4 күн тәуліктің уақытында өзінің, яғни шынайы құрамы, шынайы көрсеткішіне алып келеді. Соған байланысты бұны өте маңызды рөл атқаратыны соған байланысты. Содан кейін неге ыстыққа түспей дейді? Мүмкін сіздің спермограммаңызда көрсеткіш қалыпты болуы мүмкін. Егер сіз ыстыққа түсіп, болмаса пардан түсіп барып ертең тапсыратын болсаңыз, сізде әлсіз көрсетуі мүмкін. Соған байланысты, егер ондай жағдай кездесетін болса, міндетті түрде 14 күннен кейін спермограмманы қайталап көру керек. Өйткені сіздің шынайы ұрығыңыздың сапасын білу үшін. Мысалы, спермограмма анализін тапсырдыңыз дейік. Ол жерден әртүрлі құрамы көрсетіледі. Бірінші, неге көңіл аударуымыз керек? Бірінші, эякуляттың бөлінген көлеміне маңызды атқару керек, білу керек. Қалыпты жағдайда эякуляттың көлемі 1,5 миллилитрден кем болмау керек. Яғни сұйықтық бөлінді, оның көлемі 1,5 миллилитрден кем болмау. 3 миллилитр болсын, 5 миллилитр болсын, 10 миллилитр болсын, сол шығу керек. Әрине, мынау бойдақтарда көп шығады, өйткені жыныстық қатынас уақытылы болмағаннан кейін мүмкін жиналып қалады деген сияқты. Қалжың ғой. Мынау спермограмманың келесі көрсеткішіне қарайтын болсақ, бұл түсіне. Береміз, түсі ақшыл сұр түсті болады. Кейбіреуінде жасыл сұр түсті болуы мүмкін, жасыл түсті сары түсті болуы мүмкін. Біреуінде жаңағы осы қалыпты молочный дейміз ба, сүт түсті болуы мүмкін. Енді оның барлығы басқа да симптомдарға байланысты болуы мүмкін. Оның кейбіреуінде ол рөл атқармауы мүмкін. Келесі показательге түсетін болсақ, бұл мынау енді маңызды айтып кетеді. pH дейміз, басқа кислый средасы бар ма, басқа среда оны айтатын болсақ, одан кейінгісі көлемі. Яғни мынау спермограммадан алынған анализден, мысалы айтатын болсақ, сіздің ағзаңыздан 3 миллилитр яғни сперма бөлінді. Осының ішіндегі, сұйықтықтың ішіндегі сперматозоидтарды санайды. Яғни, оның да 1 миллилитрдегі сперматозоидтың көлемі қанша болу керек, соған тоқталу керек. Мысалы, 1 миллилитр сперманың құрамындағы неше сперматозоид болу керек? Қалыпты жағдайда лабораторияларда 15 миллион болмаса 20 миллионнан жоғары болу керек деп тұрады. Кем дегенде 1 миллилитр құйған кездегі сперматозоидтың көлемі 20 миллион болу, одан жоғары болу керек. Енді қарайтын болсақ, математика бұл жерде қосылады. Егер сіздің ағзаңыздан 3 миллилитр бөлінетін болса, 1 миллилитрге құйған эякуляттан 20 миллион kesетін болса, 20-ны 3-ке көбейтеміз, 60 миллион. Яғни бұл жалпы бөлінген ұрықтың ішіндегі сперматозоидтың көлемі
40 миллионнан кем болмау керек. Егер төмендеді ма, значит сізде мына ұрықтың, яғни ішінде сперматозоидтар жеткіліксіз, яғни төмен. Бұл жерде сізге қорытынды берді. Олигоспермия, яғни ұрықтың шәуеттің құрамындағы сперматозоидтардың жеткіліксіздігі. Одан келесі показательге, яғни көрсеткішке қарайтын болсақ, бұл мынау қозғалысын, яғни сперматозоидтардың қозғалысы. Қалыпты жағдайда активны, яғни ең шустрый дейтін болсақ, быстрый подвижный, болмаса прогрессивный подвижный деп береді. Олардың көлемі 32%-тен жоғары болу керек. Яғни норматив бойынша 32%. Кейбір лабораторияда 25%-тен жоғары беру мүмкін. Ол енді әр лабораторияның өзінің нормативіне байланысты. Ол жанында астында тұрады малоподвижный, болмаса непрогрессивный подвижный деп тұрады. Ол дегеніміз баяу қозғалатын, яғни сперматозоидтардың процентін көрсетеді. Егер осы активный подвижный мен малоподвижныйды қосқан кезде жалпы ұрықтың проценті 40%-тен кем болмау керек. Егер 40%-тен төмен болатын болса, ол сіздің ұрықтың қозғалысы төмен деген сөз. Мүмкін сіздің активный подвижный сперматозоидтарыңыздың көлемі 32-ден төмен көрсетуі мүмкін. Ол да мысалы патология болып саналады. Оған қорытындыны астенозооспермия деп береді. Яғни астенозооспермия процентінің аз болуы. Келесі сперматозоидтардың ішінде кездесетін жағдайлар бұл әрине агрегация, агглютинация дейміз. Агрегация, агглютинация дегеніміз мына сперматозоидтар бөлінеді сыртқа. Сол кезде бір-бірімен жабысып шығуы мүмкін. Ол өздігінен жабысып шығуы мүмкін. Мүмкін жаңағы слиз, инфекция, бактерияға байланысты жабысып шығуы мүмкін. Ол да мысалы ертеңгі күні ұрықтың сапасын төмендетуі мүмкін. Енді көп жағдайда оған қалыпты жағдайларда кездесіп жатады. Егер ұрықтың қоюлығы қою болатын болса, бір-бірімен жабысып қалуы мүмкін. Одан кейін келесі көрсеткішке көңіл аударатын болсақ, бұл әрине морфология. Морфологияның маңыздылығы неде? Яғни сперматозоидтардың құрылысы бар. Басы, мойны, денесі, құйрығы бар қалыпты жағдайда. Өкінішке орай, норма бойынша бұл морфология 4%-тен жоғары болса жеткілікті деп береміз. Өкінішке орай кейбір спермограммада көрсеткіш бойынша осы 4%-ке жетпей жатады. Кейбір лабораторияда 14%-тен жоғары норматив болу керек, 14% как минимальный болу керек деп жатады. Морфологияның маңыздылығы неде? Морфология мынау ұрықтың басының зақымдануына байланысты болуы мүмкін, құйрығының оратылып қалуына байланысты, мүмкін екі басты ұрық болуы мүмкін. Бұл аномалия, яғни ауытқу. Яғни бұл ұрықтың жаңағы морфологиясы төмендейтін болса, ертеңгі күні көтерген кезде, жүктілік кезінде түсік тұстауы мүмкін. Ұрық ары қарай дамымай қалуы мүмкін. Ол тератозооспермия деп аталады. Бұның қорытындысы берген кезде тератозооспермия деп қойылатын болса, бұл да бедеуліктің бір белгісі болып табылады. Енді осы көрсеткіштерді сізге талдап кеттім. Енді мына спермограмманың ең ауыр түрін айтатын болсақ, өкінішке орай ол да біздің практикамыз кездеседі. Мынау экологияға байланысты, мүмкін жаңағы аурулардың асқынуына байланысты, инфекцияның асқынуына байланысты, варикоцелияға байланысты кездесетін жағдайлардың бірі осы спермограмма тапсырған кезде проценттің бүкіл морфологияның 0 болып шығуы, яғни ешқандай көрсеткіш болмайды. Яғни ұрық бөлінеді, экулят бөлінеді, ішінде сперматозоид мүлде жоқ. Бұны азооспермия деп атайды. Азооспермияның екі түрін ажыратамыз. Енді оны келесі тақырыпта ашық айтып кететін боламыз. Бірінші түрі бұл обструктивті, яғни обструкция арқылы, яғни каналдың бойы қысылуына байланысты, шәуеттің шыға алмауына байланысты кездесетін жағдай обструкция. Бұл инфекция болуы мүмкін, травма болуы мүмкін, варикоцелия болуы мүмкін. Соған байланысты ұрықтың проценті көрсетпеуі мүмкін, яғни 0 көрсетуі мүмкін. Екінші жағдай бұл әрине уманың функциясына байланысты, яғни жаңағы жұмыртқаның функциясына байланысты. Сперматогенез процесс жүрмеуі мүмкін. Яғни жұмыртқа кішкентай, болмаса жаңағы ішінде өндірмейді, соған байланысты шыққан эякуляттың ішінде сперматозоид болмауы мүмкін. Бұл диагноз әрине азооспермия деп аталады. Азооспермияның енді кездесетін факторларын айттық, жаңағы варикоцелиядан кейін, операциядан кейін, одан кейін жаңағы травмадан кейін, инфекциялардың асқынуына байланысты болу, оның барлығы осы кейбір кісілердің арасында азооспермияға алып келіп жатады. Енді оны азооспермияның негізгі көрсеткіші эко болып табылады. Бірақ емдеу барысы бірінші әрине экоға жүгірудің бірінші қажеті жоқ. Алдымен ем шара қабылдау керек. Мүмкін сізде инфекция жүрген шығар, мүмкін сізде варикоцелия болып жатқан шығар. Біздің мына практикамызда болды, бір жігіттің проценті бір жыл бұрын 54% болған.
Сөйтсе бұл балада варикоцелиямен 3-ші сатыспен жүріп жүрген. Операцияға барып қорқып жүрген, енді көңіл аудармаған. Сөйтіп жүре бір жылдың ішінде ұрығын нөлге түсіріп жүрген. Келіп тексеру барысында қарасақ, варикоцелия 2-3 сатысы көрсетіп тұр. Операцияға жібереміз, операциядан келеді, одан кейін 6 айдан кейін ұрығын қайтадан тапсырсақ, 74%-ке ұрығы тіріліп, қайта қалпына келді. Яғни уақытша болуы мүмкін. Кейбіреулер кісілерде уақытша түсіп кетуі мүмкін сапасы. Кейбіреулерде инфекцияға байланысты мүмкін. Кейбіреулер операцияға түсуі мүмкін, биопсия жасау. Енді бұның зооспермия кезінде егер ене нәтиже болмайтын болса, ол кезде биопсияға жібереміз. Ал енді қарап отырсақ, азоспермияның емдеу барысы, болмаса жаңағы болу себептері айтып өткендей, жаңағы варикоцелия дейміз, инфекция дейміз, басқа себептерге байланысты болуы мүмкін. Оны енді келесі тақырыпта сіздерге қозғап кететін боламын толыққанды. Олай болса, достар, бүгінгі мынау спермограмма жайлы сіздерде мағлұмат, мынау информация болды деп ойлаймын. Түсіндіре алдым деп ойлаймын сіздерге. Әрине біздің берген ақпаратымыз сізге пайдалы болсын. Осы ауруларды алдын алу шарасын жүргізіңіздер. Міндетті түрде қандай өзгеріс болса уақытылы тексеруді ұмытпай ағайын. Аман, сау болыңыздар.